Үйдегі бар затпен өте дәмді тез печенье жасайтын боламыз. Бізге керегі бір жұмыртқа, қант және ванильді қант қосып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне 100 мл сұйық май қосамыз, тағы да араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізілген 220 грамм ұнымызға жарты қасық қамыр қопсытқышын саламыз. Ұнымызды қосып жақсылап қамыр илейтін боламыз. Дайын қамырымызды салафанға салып 20 минут демалдырып қоямыз. Одан кейін қамырымызды тең бөлікке 40 граммнан бөліп шығамыз. Печеньяның формасын келтіреміз. Қантымызға малып формамызға салып шығамыз. Видеодағыдай қасықпен осылай узор істейсіздер. Одан кейін 220 градус қызып тұрған пешімізде 10 минут пісіріп аламыз. Бізде осындай өте дәмді печенье шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Баршаңызға ас болсын.